Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін мен сіздерге тұздалған қияр қосылған салаттың рецептін бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шықты. Үйден міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен тұздалған қиярымызды ұзыншалап турап аламыз. Және таза ыдысымызға саламыз. Енді кезекте сәбізімізді теркіден өткіземіз. Қиярымыздың үстіне саламыз. Және үстіне 2 бас немесе 3 бас чеснокты езіп саламыз. Және 1 бас шуамызды өстіп жіңішкелеп ұзыншалап тураймыз. Қолымызбен арасын ашып, үстіне саламыз. Жарты қасық шекер, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық кориандр саламыз. 2 шай қасық күнжутымызды тавамызда қызартып аламыз. Қап-қызыл қызарады. Және салатымыздың үстіне саламыз. Енді тавамызға сұйық майымызды құйып, қатты қызартып, салатымыздың үстіне құямыз. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үйден жасап көріңіздер. Және сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаса және пайдалы болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!